Күй қазақ музыкасында өзінің ерекшеліктеріне қарай бірнеше орындаушылық дәстүрді қамтып, түрлі мектептерге бөлінеді. Орындаушылық мәнеріне орай бөлінетін қазақ күй өнерінде әуендік табиғаты мен құрылымдылық болмысы бөлектеу бір саласы Қаратау өңірінің күйшілік мектебі. Арқада Тәттімбет болса, Қаратау өңірінің күйшілік мектебін қалыптастырып, негізін салған дәулескер күйші Сүгір Әлиұлы. Сүкең өмір сүрген кезеңде Қаратау жұртының Сарыарқа елімен көші-қонысы аралас болғандықтан, арқа күйшілерінің күйлері, оның ішінде Тәттімбет күйлері Қаратау теріскейіне молынан таралған. Тәттімбет күйлері мен қобыз сарындарын орындап, Қаратау елін өз өнерімен тәнті қылған Сүкең, аты Сарыарқа өңірінен алысқа ұзап, Қаратау, Сарысу, Жетіқоңыр, Созақты тегіс шарлап жүрген әйгілі күйші Ықыласпен кездеседі. Міне, осындай ұлы мақсатты үлкен кездесуден кейін, Ықылас Сүгір күйшіні көптеген күйші орындаушылармен күй тартыстырып, бағын сынап, батасын берген екен. Міне, Ықыластың шәкірті болған Сүкең шығармаларының қобыз сарындас болып, арқаның ән сазымен үндесіп жатуы осыдан. Қашаннан күй мұрасы ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отырған. Сүкең күйлерін насихаттап жүрген шертпе күйдің шеберлері халық арасында қазірде кездеседі. Қаратаудың теріскейін мекен еткен Сарысу мен Созақ елдерінде бүгінгі таңдағы Сүкеңнің мұрагерлері Бексейіт Тұрсынбеков, Дабыл Ажақаев, Әлімхан Жүзбаев сынды күйшілер кешегі күннің аманатын арқалап, бүгінге жеткізіп отыр. Бексейіт Айкенұлы Тұрсынбеков 1926 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Жайлаукөл ауылында туған. Әкесі Айкен атақты күйші Сүгір Әлиұлымен замандас болған. Айкен Ұлы Отан соғысына қатысып қайтып оралмаған. Әкесінен 16 жасында айырылған Бексейіт күйші бізге құлағында қалған Сүгір және Айкеннің күйлерін, оның орындаушылық дәстүрін айнытпай жеткізіп отыр. Ықылас атамыздың Айрауықтың ащы күйін Бексейіт ақсақал былайша толғайды. Бізге Сүгір күйлерін орындап беруде өзінің домбырашылық шеберлігімен әсер қалдырған күйші Дабыл Ажақаев. Дабыл 1925 жылы Жамбыл облысы Сарысу ауданы Саудакент ауылында дүниеге келді. Дабылды айтқанда, ағасы Қабылдың есімін атамай кетуге болмайды. Қабылдың есімі Қаратау еліне күйшілігімен танылған шертпе күйдің шебер орындаушысы еді. Дабылға алғаш домбыра үйретіп, өнер жолын ашқан ұстазы әкесінің туған інісі Нақып Сембин еді. Күй атасы Қорқыт бабамыздан кейін, 10 ғасыр өткеннен соң, қара қобызды күй тілінде қайта сөйлеткен қазақ өнерінің жарық жұлдызы, қобыз пірі, ұлы композитор, Дүкенұлы Ықылас атамыз еді. Ықылас Дүкенұлы 1843 жылы қазіргі Жезқазған облысы Жаңарқа ауданында дүниеге келген. Ықылас атамызға дейінгі қазақ қобызшылары көбіне бақсы ретінде айтылады. Ықылас атамыздың ұлылығы қобыз аспабын бақсылық дәстүрден бөліп алып, адамның көкейкесті арманын, қуанышы мен күйінішін толғайтын аспапқа айналдыруында. 1993 жылы Сарысу өңірінде, Саудакент ауылында Ықылас бабамыздың 150 жылдық мерейтойын ел болып тойлады. Осы ұлы тойда Қаратаудың теріскей бетінде орналасқан Сарысу өңіріндегі ұлы жібек жолының бойынан осы қара қобыз кесенесі бой көтерген еді.
Әлімхан Жүзбаев 1937 жылы Шымкент облысы Созақ ауданы Қарабұлақ ауылында туған. Сүгірдің көп күйлерін ағасы Сейітқали Әлімбековтен үйреніп бізге жеткізіп отыр. Сейітқали Әлімбеков болса, сүгірмен қатарлас, көптеген күйлерін сүгірдің өзінен естіп үйренген. Әлімхан Ақсақалдың орындауындағы Сүкеңнің Кер толғау, Қоңыр, Қаратау шертпесі, Бес жорға күйлерінің нұсқалары халыққа кеңінен таралмаған тың дүние екенін байқатады. Қаратау бағзы заманнан көшпенділер мәдениетінің алтын ошағы. Әсіресе қазақ халқы үшін Қаратау өңірі ата-бабаларымыздың қоныс еткен қасиетті мекені. Ежелден ән мен күйдің туын тіккен өнерлі өлкеде Қорқыт бабамыздың күй тарту дәстүрін Қобызда Ықылас атамыз жалғастырса, домбырада Сүгір Әлиұлы жалғап, оны әрі қарай дамытты. Біз Қаратаудың теріскейіне арнайы жасаған осы жолғы сапарымыздан үлкен әсермен оралдық. Әрине, халқымыздың дәстүріндегідей дарынды күйшіден көзбе-көз көріп отырып күй үйренгенге не жетсін. Бұлар тартқан Қаратау шертпелері сүгір күйшінің күй тарту дәстүрін толықтырып дамытып келеді. Өткен ғасырдың ақберен күйшілерінің таңдай қақтырар тамаша туындыларын бүгінгі күйші ақсақалдарымыз Бексейіт, Дабыл, Жақсыберген, Боранқұл, Әлімхан сынды шебер орындаушылар бүгінгі ұрпақ кәдесіне ұсынып қана қоймай, халық арасында қалыптасқан музыкалық дәстүрімізді жалғастыра түсті. Міне, өнеріміздегі ұрпақ жалғастығы, өнеріміздегі дәстүр сабақтастығы осылай қалыптасып, осылай дамыса керек.